Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан жасалынған торттың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге бауыр керек. Кез келген малдың бауыры бола береді. Оны біз массировкадан өткізіп аламыз. Массировкадан мен 2 рет қайтарып өткізіп аламын. Міне мынау екінші рет өткізіп жатқаным. Сонда ол толық езіліп өтетін болады. Енді тұзымызды 2 жұмыртқа, 1 кесе сүт қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін керегінше ұнымызды қосамыз. Онда жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Және сұйық май қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, қызып тұрған сковородкада пісіріп аламыз. Блины пісіргендей пісіріп аламыз. Және ортасына салғанға мен пияз бен сәбізді қуырып аламын майда. Сәбізді теркадан өткізіп алдым. Пиязды майдалап турап аламыз. Міне мен бауырды пісіріп алдым. Енді ортасына тағы жаққанға майонез бен чеснокты араластырып аламыз. Әрқайсының ортасына жағып шығатын боламыз. Осымен дайын. Ең соңында үстіне укроп себетін боламын. Өте дәмді, керемет болып шықты.